Көзге көрінбейтін жауды жеңудің жолы оған да көрінбеу. Жаңа коронавирустың вакцинасын әзірлеу және сынау 1 жылдан кем болмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының төтенше жағдайлар жөніндегі бағдарламасының директоры Майкл Райан осылай деп есептейді. Оның сөзін атап өткен BBC ақпарат қызметі. Сонымен қатар оның айтуынша, вакцинаның тиімді және зиянсыз екенін растау қажет. Содан кейін ғана оны бәріне жеткілікті мөлшерде жасап шығару қажет. Дәрі-дәрмекті миллиардтаған адам алады, сондықтан ол мүлдем қауіпсіз болуы керек, деді ол. Райан мұның бәріне кем дегенде 1 жыл уақыт өтетінін атап өтті, бірақ бұл дегені осы уақыт ішінде басқа да ештеңе істелінбейді деген сөз емес екенін де жеткізді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адхан Гебрейесус SARS-CoV-2 коронавирусіне қарсы вакцинаның алғашқы сынақтарының басталғандығы туралы Женевадағы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Бұл туралы 18 наурызда Hindustan Times баспасөз қызметі жазады. Вакцинаның алғашқы тесттері вирустың генетикалық жүйелігі шығарылғаннан кейін 60 күннен соң ғана басталды. Бұл көзсіз жетістік. Біз әлемдік зерттеушілерге, тәжірибелік дәрілерге жүйелі түрде баға беруді ұсынамыз, деді ол. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы басшысы сондай-ақ әлем коронавирусты жеңеді деген үміт білдірді. Бүкіл әлем бойынша кемінде 35 зертхана коронавирусқа вакцина жасауға тырысады. Наурыз айының соңғы 10 күндігінде олардың бірнешеуі клиникалық сынақтарды бастау жоспарын жариялады. Вакцинаны кім жасайды және қанша уақыт қажет? Осы жағдайға ресейлік ақпараттық агенттік РБК шолу жасайды. Толығырақ сайт сілтемесі төмендегі видео сипаттамасында болады. Әлемде кемінде 35 зертхана мен институт коронавирусқа вакцина әзірлеумен айналысады. Наурыз айының соңғы аптасында бірнеше компания өздерінде бар прототиптердің бірінші фазасының клиникалық сынақтарын бастау жоспарын жариялады. Бұл ретте әлемдік сарапшылардың көпшілігі мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы вакцинаны әзірлеу үшін аз дегенде 1,5 жылға дейін уақыт талап етілетініне келісілді. Вакцина жасау үшін алдымен ол тұратын құрауыштарды, яғни вакцина құрамын, компоненттерін анықтау керек. Оларды таңдаудың бірнеше жолы бар. Негізгі құрамы болып табылатын құрауыштар олар: бірінші қауіпсіз тірі бактериялар мен вирустар құрамы, екіншісі өлтірілген бактериялар мен вирустар құрамы, үшінші мүлде құрамы қоздырғыштарсыз әдістерін қолдануға болады. Осы негізгі 3 құрамның біреуін таңдап алғаннан кейін, қосымша вакцина құрамына тағы ағзаның иммундық жауабын күшейтетін басқа да заттар кіруі мүмкін. Дайындаушылар осы мен кандидаттық деп аталатын алғашқы этаптағы вакцина препаратын алады. Бұдан әрі клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулерге бөлінетін зерттеу кезеңі жүргізіледі. Біріншісі инвитро және инвиво өтеді, яғни тірі ағзадан тыс және жануарларда зерттеледі. Клиникаға дейінгі зерттеулерге қойылатын талаптардың арасында кем дегенде біреу болса да кеміргіш жануар болмауы керек. Зертханалық жануарлардың өздері қоздырғышқа сезімтал болуы тиіс. Осы кезеңде вакцинаның қауіпсіздігі, сондай-ақ иммундық жауапты тексеру қажет. Жануардың ағзасы вакцинаға антиденелерді жасауға тиіс. Сонымен қатар оның протективтілігін тексеру маңызды, яғни вакцинация қорғауды қамтамасыз етеді және жануарда қоздырғышқа иммунитет қалыптасуы керек. Иммуногендігі, қауіпсіздігі және тиімділігі бойынша сенімді деректер алынғаннан кейін вакцина әзірлеуші нәтижелерді реттеушіге ұсынады және адамдарға зерттеуге рұқсат алады. Әдетте олар дені сау еріктілерде өткізіледі. Адамдағы зерттеулер сондай-ақ 3 фазаға бөлінеді: қауіпсіздікті тексеру, дозаны таңдау және вакцинаның тиімділігін зерттеу. Тиімділікті дәлелдеу үшін көптеген адамдарды вакцинациялау және оларды вакцинацияланбаған түрде салыстыру қажет. Препараттың тіркелуінен кейін жүргізілген зерттеудің 4-ші кезеңі бар, өйткені ол қолдануды оңтайландыру үшін қажет. Кент университетінің вирусолог ғалымы Джереми Россман вакцинаны әзірлеу кезінде қиындықтар туындауы мүмкін. Себебі COVID-19 бұл пашка құрамды және мутацияның, яғни түрлі жағдайларға жоғары деңгей бейімделе алуымен сипатталатын вирус деді.
Стандартты вакциналар адамға вирустың беттік ақуыздарына, оның қабығына антиденелерді шығаруға мүмкіндік береді. Бірақ дегенмен вирус өзі мутацияға қабілетті. Тұмаудың осындай өзгерістеріне байланысты біз одан жыл сайын егетін боламыз деп түсіндірді сарапшы. COVID-19 вакцинасы бойынша жұмыс қандай кезеңде? Әлемнің жетекші елдеріне тоқтала кетсек. ақш-та клиникалық сынақты бастаған бірінші компания Moderna болды. Ол 16 наурызда Kaiser Permanente Washington Health Research Institute зерттеу орталығында тестке кірісті. Зерттеу шеңберінде препараттың 2 дозасын айна аралықпен 18-ден 55 жасқа дейінгі 45 еріктіге енгізеді. Прототип mRNA 1273 атауын алды. Moderna тәсілінің ерекшелігі вакцинада қоздырғыш жоқ, тек оның генетикалық кодының бөлігі. ақш-та вакцина жасаумен Arcturus Therapeutics, Johnson & Johnson және Innovia Pharmaceuticals NUS айналысады. Ал Еуропадағы негізгі ойыншылар екі неміс биофармацевтикалық компаниялары BioNTech және CureVac. Олар матрицалық пашка терапияны зерттеуге маманданған. Бұл емдеу әдісі аурудың дамуына қатысатын ақуыз синтезін өшіруге негізделген. CureVac жазда коронавирус вакцинасының клиникалық сынақтарын бастауды жоспарлап отыр. Компания оны вакциналар мен биомедициналық дәрілік заттарды өндіру бойынша Эрлиха Паул федералдық институтымен бірлесіп әзірлейді. 16 наурыз күні CureVac болашақта миллиардтаған вакцина өндіруге мүмкіндік алу үшін өзінің өндірістік қуатын арттыру ниеті туралы хабарлады. BioNTech осы жылдың сәуір айында клиникалық сынақтарды бастауды жоспарлап отыр. Компаниялар Қытай Фосфама және американдық Pfizer әзірлеуге көмектеседі. Қытайда жақын арада клиникалық сынақтар басталуы тиіс. Pfizer деп аталған вакцинаның прототипі Гонконг Кансинг Biologics компаниясымен бірге Қытайдың әскери медицина ғылымдарының академиясын әзірледі. 16 наурызда олар Қытай Халық Республика билігінен адамдарға тест өткізуге рұқсат алды. Зерттеушілер 18-ден 60 жасқа дейінгі дені сау азаматтарға 3 түрлі дозада вакцина енгізбекші. Тестілер Уханьдағы зертханада өткізіледі. Ұлыбританияда CHZ-Vaxxels деп аталатын вакцинаның алғашқы клиникалық сынақтары мамырда басталады. Прототип Оксфорд университетінің ғалымдар тобын әзірлейді. Наурыз айында жануарларға клиникаға дейінгі тесттер басталады. Олар Солсбери астындағы Портендаун зертханасынан өтеді. 18 наурызда сынақтың басталғандығы туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы да хабарлады. Қытай мен ақш арасында вакцина жасаудағы біріншілік үшін жарыс өтіп жатыр. Қытай Халық Республикасы үшін алғашқы вакцина ұлттық бедел мәселесі болды. Пекин қалыптасқан жағдайды эпидемиядан зардап шегетін елдерге көмек көрсету есебінен әлемде өзінің ықпалын таратуға тамаша мүмкіндік ретінде қарастырады деп жазады New York Times. Қытай өз мамандарын ұсынып, Еуропаға гуманитарлық көмек көрсетеді. Атап айтқанда 18 наурызда ол 2 миллионнан астам медициналық маскалар мен коронавирусқа 50 мың тест жіберу жоспарын жариялады деген. Өз кезінде ақш World Amsontag неміс басылымынан белгілі болғандай 1 миллиард үшін CureVac вирусологтарын сатып алып, өз аумағына компанияның штаб-пәтерін неміс Тюбингеннен апаруға тырысты. CureVac басшысы Даниэл Маникелланы сату туралы ұсыныс американдық президент Дональд Трамптың фармацевтикалық компаниялардың топ менеджерлерімен 2 наурыз Ақүйде кездесуінде жасалды. 11 наурызда Маникелла кенеттен және себептерді түсіндірмей CureVac'ты тастап кетті. Ал оның орнына компанияның басқарма төрағасы болып Ингмар Хер компаниясының құрушысы болды. ақш әкімшілігінің жоспарлары ГФР басшылығының жағымсыз реакциясын тудырды. Елдің экономика министрі Петер Альтмайер мен ИМФ басшысы Хорст Зехофер америкалықтардың CureVac'ты сатып алуға тырысқанын растады және зерттеушілерге өз жұмыстарын тек американдықтар үшін қолжетімді ету ұсынылды деген фактыны жоққа шығарды. Германия билігі басқа елдердің коронавирустың вакцинасы бойынша неміс вирусологтардың іс-әрекетіне айрықша құқық беруіне мүмкіндік бермейді деп мәлімдеді ГФР СИМ басшысы Хайко Мас. 20 наурызда Новосібір вектор вирусологиялық орталығы экспериментальды вакцинаның клиникаға дейінгі тесттерін жүргізе бастағаны белгілі болды.
Роспотребнадзор 6 түрлі технологиялық платформаларға негізделген прототиптер жасалғанын айтады. Вакцинаның тағы 3 прототипі Федералды медициналық биологиялық агенттік пен ФМБ құрылды. Тіндерде зерттеулер іске қосылды. Бұл туралы РБК-ның бұрынғы денсаулық сақтау министрі ФМБ басшысы Вероника Скворцова мәлімдесі жайлы жазған болатын. SARS-CoV-2 коронавирустың жаңа түріне қарсы вакцинаны сынақтан өткізудің алғашқы нәтижелерін ФМБ 2020 жылдың маусым айында алуды жоспарлап отыр. Клиникалық зерттеулердің бірінші кезеңі 5 айға созылады. Клиникалық зерттеулердің екінші және үшінші фазалары 15 айды құрайды. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хаттамасы қолданылған жағдайда екінші-үшінші фазалардың клиникалық зерттеулерін алып тастау мүмкін. Осылайша аса қажет болған жағдайда 11 айдан кейін дайын вакцина ала аламыз, деді ол. Нанолюк медициналық бөлімінің басшысы Вадим Калиниченко коронавирус жағдайында еріктілер санын және зерттеу жүргізу уақытын қысқартуы мүмкін екенін атап өтті. Бірақ сынақ көлемі мен ұзақтығын қысқарту препаратты мұқият зерттеуге рұқсат бермейді. Тиімділік пен қауіпсіздік бейіндерін одан әрі нақтылау тіркеуден кейінгі кезеңде жалғасуда, деп нақтылады ол. Қорыта айтқанда, көріп отырғанымыздай, кейбіреулер айтып жүргендей коронавирусқа вакцина дайын болмаған. Керісінше дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәлімдемесінен белгілі болғандай, аз дегенде әлі де 1 жыл уақыт керек екен. Әрине, бұл деген ештеңе қосымша жасалмайды дегені емес, дегенмен емі қазірше жоқ белгісіз аурумен күресу, қазіргі кезде ол тек сақтану шаралары болып тұр.